Достар, егер де сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын-соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз. Жесірдің дұғасы. Күндердің күнінде күйеуінен ерте айырылған жалғыз басты жесір әйел болыпты. Ол әрбір тапқан табысына, бала-шағасына азық-түлік әперіп, әйтеуір жоқтан бар етіп күн көріп жүреді. Бұған қоса әйел күнде түннің 1/3 бөлігінде жұрт терең ұйқыға кеткенде тахажжуд намазына тұрып оқуды әдетке айналдырған еді. Ол әр намазында жаратқан Жаббардан бала-шағасына ризық несібе сұрайтын. Сондай күндердің бірінде таңертең әйел дүкеннен нан сатып алып, балалары мектепке бармас бұрын таңғы ас дайындап береді. Осылайша күндері өтіп жатты. Айдың аяғы келіп, әйелдің қолында небәрі $5 ақша қалады. Сосын ол балаларын шақырып, осы бар ақшаны үнемдеп, оған тек нан алып, келесі айдың басында берілетін айлыққа жетіп алу керектігін айтады. Балалар келісіп, сол күні кешкісін ұйқыға жатуға дайындалып жатады. Кенет есікті қағып, үйге көрші әйелі келіп, менің бала-шағам үйде аш отыр еді. Оларға тамақ алып берер бір тиыным қалмады. Маған бір $5 беріп қараса тұрсаң, мен кейін айлық алғанда қайтарып беремін дейді. Әйел болса еш ойланбастан қолындағы бар ақшасын әлгі көршісіне бере салады. Көршісі қуанғаннан үйіне шығып кетеді. Мұны көрген үлкен баласы анасына қарап, сіз не жасадыңыз анашым? Ертең нан аламыз деп отырған бар ақшамызды көршіге бере салғаныңыз қалай? Өзімізде мұқтаж емес пе едік сол ақшаға дейді. Анасы болса күлімсіреп баласына қарап, көршіміз бар мұқтаждығын айтып алдымызға келді. Оның жағдайы бізден де қиын секілді. Оның көңілін жықпайын деп әрі жақсылықтың қарымтасы болатынын біліп, бар ақшамды соған беріп жібердім. Қарада тұр, біздің бұл жақсылығымыздың сыйы көп ұзамай қайта алдымызға келеді дейді. Баласы болса, көп ұзамай дегеніңіз қалай? Біз бүгін жатқалы жатырмыз. Ал таң болса қас қағым сәтте ата шығады. Сонда таңертең біз нанды қай ақшамызға сатып аламыз дейді. Анасы болса баласының басына сипап, мен бір жаратқанға деген сенімім кәміл. Оған тәуекел етсек, барлық нәрсе оның қалауымен қас қағым сәтте болады. Тек оған деген сеніміміз шайқалмауы керек дейді. Содан кейін баласы анасының айтқанымен келісіп, ұйқыға жатады. Анасы болса әдеттегідей түннің жарымында құлшылыққа тұрып, қолын жайып былай деп дұға етеді. Уа Раббым, өзіңнен өзге қолдаушым жоқ, бір саған ғана жалбарынамын. Мен күнде таңертең сағат 7-де тұрып балаларыма нан алып азық ететін едім. Алайда қазіргі жағдай басқаша. Бір өзіңнен сұрарым, балаларым сабаққа аш кетпес үшін сол нанның көлеміндей болса да ризық нәсіп ете көрсе дейді. Содан не керек, таң атып сағат 6-да есікті біреу қағады. Есіктің арғы жағында басқа бір көршісі келіп былай дейді. Таң атпай үйіңе келгенімнен кешірім сұраймын. Менің қызым отбасын құрғалы ұзақ жылдай бойы перзенті бола алмай келген еді. Енді міне жақында ғана құрсақ көтеріп, қуанышында шек жоқ. Сол қызым осындай нығметке ризашылығын білдірейін деп, барлық көршілерге $50 садақа таратып жүредік. Кенет таңға жуық менің есіме бірден өзің түсе қалдың. Құдды бір сенің осы ақшаға мұқтаждай сезімде болдым. Сол көңілімді сейілтейін деп бірінші болып өзіңе келдім. Мінекей ала ғой $50 деп әйелдің көңілін қуантып қояды. Бұдан кейін әйел дереу қолын көтеріп, уа Раббым, мен өзіңнен бірер сағат бұрын нанның көлеміндей ғана ризық сұраған едім. Ал сен болсаң оны 10 есеге арттырып бердің. Нендей жомарт едің деп бар ризашылығын Аллах Тағалаға білдірген екен. Осылайша шынайы тәуекел мен игі ниеттің арқасында барлығы білдей қуанышқа кенелген екен. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыздар. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады.